Avalon 3.5 motorun sырты зажигание сибін ауыстыру керек. Зажигание сибін қойдық. Бұйырса қазір моторын түсіріп алдым. Жалпы міне моторының жағдайы. 3.5-тің зажигание меткісі. Мынандай болып келеді, меткілерін көрсетейін. Бірінші распредвалда мына сызық. Көрдіңіз бе, мына сызық, мына жерде іште сызық бар, соған келіп тұрады, сарытыс. Бірінші распредвалдікі. Мынау екінші распредвалдікі мінекей. Мына екінші сызық, мына мертвый точка келеді. Міне мына мертвый точка ортадағы екі распредвалдың меткісі. Жоғарыдағы міне мына қоңыр түс мінекей. Міне меткі деген қоңыр түс мінекей. Мынаған саппадайт етеді, мынаған. Міне алды. Жалпы мынау екінші жағы. Екінші жағыныкін көрсетейін. Екінші жағыныкіде ішінде анандай точка бар мынаның. Распредте екі точка, бір точка деген бар мынада. Соңына екі точкасына келеді, мына сызықкіне келіп тұр міне, сары. Мына уже қоңыр үстіндегі саппадайт етеді. Бірінші распредвал. Мына екінші распредвалда міне көрдің бе, екінші сызыққа, екі сызыққа барға келеді. Мына жерінде екі точка бар, сол екі точка келеді. Мына головкада. Астын көрсетейін. Астында міне мынандай болып, астында точка мына жерде нерде точка бар мінекей. Точканың ішінде де төне, ішінде де точка бар төне. Тағы да жақындатып көрсетейін, ішінде де точка. Міне осыған келеді себі. Зажигениясы осылай қойылады. Сеп, успокойтель, екі сеп, бәрі осы гон, сон бәрін ауыстырдым. Новыйдан салып жатырмын. Жалпы осы мотор. Бұйырса передний крышкасын жауам қазір, алла қаласа. Avalon 3.5-тің моторы жалпы жинап атқанымыз. Міне. Мына жерде қоңыр түс қой мына. Оригинал септе бәрін алып келді оригиналдан. Әне. Тоны қоңыр. Астана фиолетовый цветтен екен. Мыналарды бәрін новыйдан салдық. Мынаны. Астында шестернаға дейін новый салдық. Башмак, успокойтель бәрі ауыстырылды. Жалпы зажиганиясын қойдым, бұйырса жауам. Аздап сырылдап дауыс беріп тұрады септе. Себі зорған екен негізінде. Себі зорған, сосын мына гон іштегі мынау тартпай қалған сияқты. Сеп неге десең бос жатты да әуелде. Мынандай қатты тартылып тұрған жоқ, бос болып жатты негізі. Ошақ головкасыныкінде бос болып тұрды. Қалғандар бәрі нормаль тұрды. Себі зорған, бірақ зажигание чуть келіңкіремей тұрды. Жалпы осы 3.5-тікі міне бұйырса жауам қазір. Avalonның моторы. Передний крышканы жауам, сосын клапан крышка картерлер содан кейін жауылады.